Қоғамдық орындарда жасырын мінез-құлық ережелері бар. Оның бірі мейрамханадағы әдеп. Олай болса, келесі кеңестерге құлақ асыңыз. Мейрамханаға келген ер адам әйел адамға орындыққа отыруға көмектесуі міндетті. Ал нәзік жандылар арқасын тік ұстауы үшін орындықтың 1/3 бөлігіне ғана отырған жөн. Сонымен қатар, үстелге сөмке, ұялы телефон және басқа тағамға қатысы жоқ зат қоюға болмайды. Тамақтанып болған соң тұщы қуғышты арнайы бөлмеде қолдану қажет. Әсем, сәлеметсіз бе? Біз мейрамханаға келген кезде жалпы үстел үстіндегі майлықтарымызды қалай дұрыс қолдану керек? Оны айналамызға білдіртпей, сыпайы түрде үстелдің астында ортасынан бүктеп, аяғымызға салып қоямыз. Ал майлықты көбінесе мына жерлерге салып жатады, ол дұрыс па? Жоқ, майлықты, матадан жасалған майлықты киімізге салып жасауға болмайды. Үстелде бірнеше пышақ пен шанышқы тұр. Оларды қалай дұрыс қолдану керек? Шеткі жағынан бастап ортасына қарай жылжысаңыз дұрыс болады. Негізгі шанышқы мен пышақтың кіші түрі болып саналады. Салат пен ісбасарларға арналған. Екінші түріне келетін болсақ, бұл балыққа арналған шанышқы мен пышақ. Тістері үшкір болып табылады, ал пышақтың пішіні күрек тәріздес болады. Күрек тәрізді. Не себептен мысалы күрек тәрізді? Себебі балықты жегенде біз, байқасаңыз, бұл өткір емес пышақ. Біз онымен балықты кеспейміз. Тек қана балықтың сыртқы терісін жылжытып шанышқымен жегенге көмектеседі. Шынтақты үстелдің үстіне қоюға болмайтынын бала кезден жиі естейтінбіз. Қолымызды үстелдің үстінде қалай дұрыс ұстаған жөн? Ең дұрысы қолдың білегін осылай қойсаңыз, өте дұрыс. Мен дұрыс қойып отырмын, иә? Дұрыс қойып отырсыз. Мысалы, өз жігітіңізбен кездесу кезінде бірнеше сағат отыратын болсаңыз, үстел үстінде, онда бір шынтағыңызды ғана осылай қойып, шашыңызды дұрыстап, осылай өз жарыңызды тыңдап отыруға рұқсат етілген. Бокалды қалай дұрыс ұстау керек? Қазір мен сізге көрсетейін. Бокалды біз осылай аяғынан ұстаймыз. Және негізгі, мысалы, негізі өшір болады ғой, өшірмен. Не болмаса, аяғынан ұстау ең дұрыс түрі болып келеді. Бұлай ұстаған қате. Себебі біз өзіміздің қолымыздың іздерін қалдыруымыз мүмкін. Біз дөңгелек үстелде отырсақ, сол жағымыздағы нанға арналған табақпен, оң жағымыздағы шайға арналған ыдыспен біз шатасып кетуіміз мүмкін көршімізбен. Шатаспау үшін осындай этикет бойынша белгі бар. Бұл өзіңізге қарасаңыз, бұл ағылшынша B, ал бұл D. B дегеніміз bread, нан сол жағымызда, D дегеніміз drink, шай оң жағымызда. Осылай еске сақтасаңыз болады. Халқымыз дастарханды құт береке, ырыс несібенің белгісі деп санаған. Сәйкесінше, ұлтымыздың өзіндік дастархан әдебі бар. Мысалы, ыстық тамақты не шайды суыту үшін үрлеуге болмайды. Сүтті де үрлеп ішпейді, өйткені ырысы қашады деседі. Тамаққа тойған болсаңыз, тойдым, қарным тоқ деп айтудың орнына рахмет, қанағат деген жөн. Ал аспан асты елінде қонақ берген күрішті тауыспаса, үй иесін сыйламайтындығын білдіреді екен. Кореяда дастархан басындағы үлкеннен бұрын ас алсаңыз, кейін тамақсыз қалуыңыз әбден мүмкін. Осы ережелерді берік ұстансаңыз, мейрамханада, кездесуде, дастархан басында қысылмай, сенімді отырасыз.